Ular biraz aynalı da kolay şaka kaybetmek kaldı. Tüm vakti boş kaldı. Tüm sınıftağı son vaxtlarda 10 жасарлы Kasım деген bala келе жатты. Ол баланың тілінен үлкен қайғы, мұң көрініп тұрды. Оның бір жыл бұрын кәрі анасы, жарты жыл бұрын туған әке-шешесі қайтыс болған еді. Ол әке-шешесі қайтыс болған соң өзінің кәрі әжесінің қолында қалған еді. Оның әжесі де қайтыс болып кетті. Ол әжесі тірі кезінде ер кемшіден шыдайтын еді. Әжесі қайтыс болған соң өз мінез-құлқымен жылады. Әжетай, тұршы, көзіңді аш, Әжетай. Мені неге тастап кеттің? Мені неге өзіңмен бірге ала кетпедің? Менің шынымен сорлы, шынымен жетім болғаным ба? Деген кезінде жас болсын кәрі болсын, сай шекпен босатқан еді. Ол әжесін жібере алмай құшақтап отырған кезінде оның қасына ағайыны Иса келіп, оны алып кеткенші болды. Қасым, балам, мен сенің ағайын Иса ағаң балам. Сен енді бізбен бірге тұрасың, ғой балам. Дегенде жұрт былай деді: Исаға жетімнің малын қиянат қылма. Онда адам ет, көз атырар сұлақпа. Деп кетіп қалды. Бірақ Исаның балалары бірінен бірі өткен жерге болды. Балалар, мен де ойнасам бола ма? Ойнамай. Ал Қасым болса соларды үркенмен таяқ жей бастады. Қасымның қолы үйренген таяғын алып түртіп кететін еді. Ей, жүрмей жаман емес соны десе. Жұмыс істемейсің ба, мал бақпайсың ба, не істеп жүрсің бұл жерде? Тек көзіме ұрынбай деп көтетін еді. Бүгін азаннан кешке шейін Иса мен оның әйелі Хадиша екеуі Қасымды үйінен қуа бастады. Сен мұрайды десе, кет үйде. Кел жаңылда, сұмғай. Бірақ Қасым ауылдан кетпеді. Ол Исаның үйіне қайттан тап болды. Иса үйінің алдында тұр екен. Ол қасында тұрған таяқты алып Қасымға қарай келе жатты. Сол кезде Қасым былай деді: Ағатай, менің не жазығым бар еді? Менің жазығым жетім болғаным ба? Деп қасында тұрған дәу тасты алып Исаның тізесіне қарай лақтырып жіберді. Жүрмекті ме? Түн уақытында Қасым тау жақтарда жүрген еді. Ол кішкентай кезінде естіген әңгімелері есіне түсіп кетті. Ол жын шайтандар, қара жалмауыздар, сау адамды түртіп кететін перілер еді. Ол тау жақтардан бір көзі жарқ етіп, қайттан қараңғы болған нәрсені көріп, қорқынғаннан түсіп кетті. Ол тоғай жаққа келді. Ол жаңағы жарқ еткен нәрсені көрді. Ол қара құс екен. Қара құс Қасымның артынан қуалай бастады. Қасым бір жерде тығылып қалған еді. Ол сол жерде ұйықтап қалды. Сол уақытта оның алдында бір тістері ақсиған, қолында қара пышағы бар адам тұр екен. Сол кезде Қасым былай деп қойды: Ойбай, өлген жерім осы екен ғой. Дегенінде жаңағы қара адам былай деді: Ей, жер менің артымнан, аяғыңа кемірсеге, тас жырсады, жүр менің артымнан. Деп алып бара жатқан кезінде Қасым былай деді: Ағатай, мен жетіммін. Дегенінде қара құстың көзі жанып, Қасымның артынан қуалай бастады. Қасым бір ағашқа сүйеніп тұрып қалды. Біраз уақыттан соң сол тоғайға бір үш аттылар келе жатты. Олардың аттары үркіп тиіскен еді. Кірісте Қасымды көріп оны атып салды. Олар атқанымен қайта оралды.
біраз уақыттан соң біреуі аттан түсті. Ой, мынау адам ғой, бірақ өлі. Ол шамасы 11 жастағы бала, бірақ денесі мұза өңделмепті. Біздің жетім деген әңгімеміз осылай аяқталады. Керемет балалар, керемет, рахмет. Енді сендер ше, неге сәл тұра тұрыңдар, 2-3 минут ағайлар өздерің пікірлерін айтсындар. Шоғалай еш, басқа сабақ өтсіздер. Құдай шешпейді. Қайын тұрды тұра тұрыңдар.